Қайырлы күн, мен Ақтар Бейсенбайқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз to be көмекші етістігі. Іс-қимылды білдіретін сөз табы барлық тілде бар, иә? Оны етістік деп айтады. Яғни сөйлеу, жазу, оқу, жүгіру тағы сол сияқты. Бұлардың барлығы етістіктер. Мысалы, балалар ойнап жатыр. Не істеп жатыр? Балалар ойнап жатыр. Балалар оқып отыр. Балалар не істеп отыр? Деген секілді. Яғни, бұлардың бәрі қимыл қозғалысы білдіріп тұр. Ал енді, мына сөйлемдерді қараңыз. Мен жұмыстамын. Біз дәрігерміз. Сағат 12:11. Менің жасым 18-де, немесе мен 18-демін. Енді бұл сөйлемдерде етістікті көріп тұрсыз ба? Жоқ. Ал енді қараңыз. Қазақ тілінде және орыс тілінде бұл көмекші етістіктер көрінбейді. Жоқ, былай айтқанда, категорически, иә? Алайда ағылшын тілінде біз етістіксіз сөйлем құрай алмайды екенбіз. Ағылшын тілінде бұны біз to be көмекші етістігі деп айтады. Яғни, to be көмекші етістігі не үшін қолданылады? Ең бірінші, адамның атын айтқан кезде name. Мысалы, my name is Ахнұр, немесе I am Ахнұр. He is Марат деген секілді. Age, возраст, яғни жасын айтқан кезде I'm 32 years old. He is 18 years old. Profession, мамандығы айтқан кезде I'm a teacher. I am a teacher. He is a doctor деген секілді. Place, место, яғни орын. We are at home. We are at school. Біз қайдамыз, біз үйдеміз, біз мектептеміз деген секілді. Time, уақыт. Яғни осындай жағдайларда біз to be көмекші етістігін қолданады екенбіз. Ал енді to be-дің 3 баласы бар деп айталық. Біріншісі am, екіншісі is, үшіншісі are. Ал бұл 3 көмекші етістік қай кезде қолданылады екен? Назар аударайық, балалар. Мысалы, I am. I мен you, екі түрлі аудармасы бар, you сен немесе сіз, you are. He ұл балаға айтамыз, ол, she қызға айтамыз, орысшалап айтқанда ана, it ол, ано, затқа немесе жануарға айтамыз, it деп, иә? We біз, we are, иә? He is, she is, it is. Қайталап айтамын, I am, you are, he is, she is, it is. We are. Келесі, you-дің көпше түріндегі аудармасы сендер және сіздер. Сонда you are. We are. They are деген секілді. Мына жері we екі қайталанып кетті. Ал жалпы түсінікті, иә? Ал кеттік енді. Бұл біз қазір ғана болымды түрде қарастырып өттік. Яғни am, is, are. Балалар өте оңай. Am тек I-ға қолданылады. I am. Is ол жекеше түріндегі есімдікке қолданылады. He, she, it-қа қолданылады. Ал are ол көпше түріндегі есімдікке қолданылады. Ал енді біз қазір negative формды қарастыратын боламыз. Яғни болымсыз түрін қарастырамыз. I am, you are, he, she, it is. Қалай ойлайсыздар? Болымсыз түрін қалай жасаймыз? You are, they are. Өте оңай. Бар жоғы not жалғаулық шылаумен қосу арқылы жасайды екенбіз. Мысалы, I am not a teacher. Мысалы, мен мұғалім емеспін. Сен жасың 30-да емес. You are not 30. Мысалы, ол үйде емес. He is not at home деген секілді. Өте оңай. Ал енді осы to be-дің қалай біз қысқарта аламыз? Short form of to be. I am not. You are. Қысқарған түрі you aren't. He, she, it is дегі isn't. Болымсыз түрдегі. We are. We aren't. You are. You aren't. We are. We aren't. They are. They aren't. Көрдіңіздер ғой? Өте оңай. Бар жоғы I am ол қысқармайды екен, иә? I am not деп айтады екенбіз. Қалғанда aren't және isn't. Ал енді question form of to be. Осы to be көмекші етістігінің сұраулы түрде қалай іске асады? Көрейік. Өте оңай. Жаңағы am, is, are сөйлемнің басына жүгіріп шыға салады. Мысалы, am I? Are you? Is he? Are you? Are we? Are they?
яғни to be, am, is, are сөйлемнің басына шығу арқылы іске асады екен. Ал кеттік оны. Мысалдарды көрейік. Examples. Affirmative болымды сөйлем, екіншісі question. I'm a student. Мен студентпін. You are a teacher. Сен мұғалімсің. He is cute. Ол сондай сүйкімді. То есть you are students. Сендер студентсіңдер. We are teachers. Біз мұғалімдерміз. They are boys. Олар балалар. Ал енді сұраулы сөйлем жасап көрейік. Am I a student? Кішкене интонацияда өзгереді, иә? Are you a teacher? Is he cute? Are you students? Are we teachers? Are they boys? Бұлардың барлығы сұраулы сөйлемдер екен. Ал енді сіздерге кішкене жаттығу болсын. Қазір тапсырманы бірден көрсете қоямын. Ал сіздер жауаптарын жазып, описание бөліміне қалдырыңыздар. Кері байланыс болады, міндетті түрде тексеріп сіздерге беремін.